Сәлем достар, менің бүгінгі видеомда шаш үлгілері туралы видео түсіретін боламын. Және де менің алғашқы үлгім. Бірінші шашты екіге бөліп аламыз. Сосын барып, бір орта шетін құлақ жақтағы шетті аламыз. Бір тал шашты алып өретін боламыз. Үшке өреміз сол шашты. Және де өріп алған екі шашымызды осындай, екі тал шашымызды осылай қарай жібереміз. Сосын біз бір әдемі бір осындай қыстырғыштармен қыстырып қоямыз. Бірінші мен күнделікке тағып жүрген қыстырғышымды тағатын боламын. Мінекей осылай көрінеді. Мінекей осындай шаш үлгі болып шықты бізде. Және де менің екінші үлгім, ол біріншіден шашты жаямыз. Сосын эпидемикамен қыстырып шығамыз. Неше түрлі осындай эпидемикалармен қыстырып шығамыз. Біріншіден мен осылай істеймін. Шашымның бір жағын осылай алып аламын да. Осылай қыстырамын. Енді де өте әдемі болып көрінеді. Мінекей біз шашымызды осылай. Үшінші шаш үлгім, ол менде губкамен шашты буу. Біз бірінші шашымызды буып аламыз. Мінекей осындай үлгіде буып аламыз. Ортаға буып аламыз. Және де осының үстіне губканы байламыз. Осындай шаш үлгімен және де осындай үлгімен біз өріп шығамыз. Өріп немесе буып шығамыз. Мен осылай істейін дедім, өйткені көп уақыт алайын деп тұр. Осылай эпидемикамен біз қыстырып шығатын боламыз. Осындай қылып түйіп алдым. Және де оны көптеген нәрселермен сәндеуге болады. Түрлі түсті егер әдемі эпидемикаларыңыз или қыстырғыштарыңыз болса, осылай шаштың бір шетіне қыстыруға болады. Өте әдемі болып көрінеді. Осылай күнделікті бір жаққа баратын болсаңыз, вечеринкаға осылай барсаңыз болады. Мінекей достар, менің осы видеомда 3 тәсілді шаш үлгілері туралы көрсеттім. Және де менің бұның екінші бөлімі болады, міндетті түрде. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.